Мына бір түрлі тіршілік иесі мына қызға қарап тұр, және қарап тұрғаннан басқа дым істемейді. Соның кесірінен мына қыз өз-өзіне жаман заттар істейді. Бұл кино, егер де сізде суицид жайлы ойлар болса, біреуге айтыңыз, немесе арнайы нөмірге хабарласыңыз деп жазылғанын басылады. Сосын басы және көз жағы бинтпен жабылған бір адамды көрсетеді. Оған әйел бірдеңе деп айтып жатады, бірақ бұл дым естімейді. Сосын әйел оң құлағындағы арнайы аппаратты қосады, және де анау қыз естіп бастайды. Сосын бұл әйел мына қызға сұрақтар қойып бастайды. Сенің атың кім, қай жер тұрасың, қайдан келдің, және түнде не болды? Бірақ оның аты Мэри екенін білеміз. Сосын бұл қызға түнде не болғаны есіне түседі. Бұл қыз бір жерде оянады, және де алдынан бірдеңені көріп шошып кетеді. Сосын кадр басқа жерге ауысып, бұл қыз бірдемеден қашып бара жатады. Сосын кеш батып мына қыз бір үйді көреді, және де сол үйдің кілтін іздеп бастайды. Сонымен кілтті тауып есікті ашуға тырысқан кезде оған біреудің қарап тұрғанын сезеді, және де ол әлгі құбыжық. Ол жаңағы құбыжықты көріп, ботына жер қоя салып, тез-тез есікті ашады және үйге кіреді. Ол ас бөлмеге қарай ұмтылып бірдеңе іздеп жатады, және де пышақты алып жаққа кетіп қалады. Оказывается, ол ваннаға келіп пышақпен тұр, және де бірдемеден қорғанып тұрғандай. Сосын ол артқа қарай жүріп бір жерге отыра алады, және де бұрылып қалған кезде шошып кетіп жылайды. Және әлгі құбыжық оған қарап тұр, дым істемейді. Түрін қарашы, өзім де шошып кеттім ғой. Сонымен осы құбыжық қарап тұрғаннан мына қыз өз-өзіне сенбей, бұл галлюцинация шығар деп көзін жұмып ашады, бірақ мынау әлі қарап тұр. Қайтадан жұмып ашып көреді, әлі қарап тұр. Қыз бұған ашуланып өз-өзін ұрады, және де қайтадан қарап көреді. Ал анау болса көзі бақырайып әлі қарап тұр екен. Қыз не істерін білмей жатқан кезде бір химикатты көріп бірдеңе ойластырады. Қыз жаңа құбыжыққа қарап ақырын химикатты алып бастайды. Ал ол уақытта құбыжық оған бақырайып қарап тұр. Сосын қыз химикатты ашып, оны көтеріп бастайды. Себебі ол өз көзіне шашқысы келіп тұр. Қыз химикатты көтеріп, оған қарап өз көзіне шашады. Қыздың көзі енді көрмейді, және де ол бақырып жылап жерге жата қалады. Бірақ бәрібір әлгі құбыжықтың даусын естіп тұрғанын сезеді. Мына құбыжық әлі қарап тұр екен. Қыз болса әлгі пышақты іздеп бастайды. Сосын қолы ілініп, сол пышақты өз құлағына тығу үшін қолданады. Сосын қолын биікке көтеріп тығып жібереді. Мына құбыжық болса мына қыздың бас тимейді сияқты деп ойлап тұрғандай тұрады. Ал қыз болса жерде қанап жатқан құлағымен жерде жылап жатыр. Кадр жаңағы әйел тұрған жерге оралады. Ал жаңа қыз болса өзіне не істеп жатқанын көрсетіп тұр походу. Ал әйел болса, мен дәрігерлер шақырдым, және де саған сенімен қалай әңгімелесу керек екенін ордан сұрап көрем. Мен қазір қайт келем, сен кетіп қалма деп әйел кетіп қалады. Қыз қорқып жан-жағына қарайды, және де көзін ашып қалады. Сосын ол көзін ашып жан-жақты қарап жатқан кезде шошып кетеді. Әлгі құбыжық оған әлі қарап тұр екен. Қыз болса қорқып оған қарап тұрады. Содан кейін құбыжық оған қарамай қояды.